Құрметті көрермендер, бүгін біз осындай сәукеле жасап үйренеміз. Высотасы бізде 29 сантиметр. 4,5-ті 2-ге бөлсеңіз 7,25 миллиметр. Соны мына жерден өлшеп аласыздар. Міне 7-де 1, 14-те 1. Осыны центрін тауып, мына ең басына сызып аласыздар. Потом мына жерде 6 сантиметр. Осыны центрін тауып, мына ең басына сызып аласыздар. Потом мына жерде 6 сантиметр. 6 сантиметр деп қояйын. Осы жерге дейін түзу қылып сызып аласыздар. Мына жерден тоже бүйтіп. Асты 14-те 1, үстіде 14-те 1 қылып жасай бересіздер. Потом мен айтамын қалай қосылатынын. Мына жерде 5 сантиметр, мына жерде 5 сантиметр. Мына жерге жазайын 6 сантиметр. Биіктікте тағы мынаған параллельно тағы сызасыздар. Чтоб әдемі шығу үшін солай істеу керек. Мына жердің тағы ара қашықтығы бізде 6 сантиметр. Сол 6 сантиметрде мен уже дайындап қойдым, чтобы сіздерге удобно болу үшін. Мына жерде енді тағы да көтересіздер 5,5 сантиметр. Мына жағы уже қалғаны 6,5 сантиметр. Енді мынау мен мынаны бүйтіп қоссаңыздар, дуга разный болып кетеді. Поэтому міне жаңағы 5 сантиметрдің точкаларын бүйтіп қосып шығасыздар. Енді мынаны резке мынандай болмайды, чуть-чуть елдіріп әкеп майыстырып сызамыз. Мына жерде наоборот шығыңқы болады сыртына қарай. Мына жер ішіне болса, мына жер шығыңқы сыртына. Бүйтіп келеді да, мына бұрыштың бұрышын алып тастайсыздар. Чтоб мына жерде резке бұрыш болып тұрмас үшін. Мына жерде тура осындай қылып мына келтіреміз. Мына жердің сыртынан бүйірі шығып тұр. Мына наоборот мына үшкір жерін алып тастаймыз, бүйірін алып тастаймыз. Сонда өзі округленный былай әдемі болып майысып шығады былай. Енді осы лекалмен 4 қиықты кішкентай, 5 қиықты үлкен сәукеле жасап аласыздар. Мына лекалды түсіріп алсаңыздар болады. Енді выкройкамызды кесіп алдық. Матаны, барқыт матаның борысын жоғары қаратуымыз керек. Если төмен қарасаңыздар, жалтырап тұрады да, светі көрінбей қалады, түсі, өңі. Алай жоғары қарасаңыздар, борысын. Ол кезде түсі әдемі жақсы болып көрінеді. Кішкене. Так, қою қанық болады төбесіне қаратсаңыздар. Енді осыны крайтетіп аламыз. Тура осының бойымен. Бұның основасы фетрден болады, жаңағы искусственный. Осыдан 4 қиық. Бұлай етсеңіздер, онда төбесі басқаша, кішкене жалтырамайтын болып қалады. Жалтырап тұратын шапка болып шығады. Өте осылай дұрыс. Бізге төбесі бұлай қараған керек. Келесі видеомда батырлардың шапкасының лекалын көрсетемін. Так. Енді осыны қиып аламыз. Кішкене сыртынан тігіске 0,5 миллиметр алып қаламыз, болды. Қарасаңыздар міне, лайніктен темный. Ал лайнаны істесеңіздер жалтырап тұрады, көрдіңіз? Кішкене темный. Осыны тігеміз. Мына мата қатты болғандықтан созылмайды, қатты. Көрдіңіз? Оған астар дублерин керек жоқ. Когда велюр созылатын тоненький жұқа маталар болса, оған енді дублерин жабыстырамыз. Мына борышымыз былай қарай жатыр. Сондықтан осыны былай қарай тігеміз. Былай тұрса, борыш жоғары қарап тұрады ғой. Оған қарама қарсы тіксеңіз, мынау бүйтіп жылжып кетеді.
қосылаймыз. Пирогымыздың үшеуін біріктіріп қойдық. Енді мына екеуін біріктіреміз. Енді түзу болды. Көріңіз? Түзу. Енді осының арқасын біріктіріп тігеміз. Түзу болып шықты. Арқасынан мынандай бұны кесіп алып тастаймыз. Ең сәукеленің астын көмкеру үшін бізге осындай жолақ керек. Соны үшке бүктеп, соны қияқты қазір кесіп аламыз. Бәрін астырлап қойдық. Мынаның бәрін артықтарын кесіп алып тастаймыз. Мынаны ішінен бетіп бірінші тігеміз. Осыны бетіп қойдық, потом бұлай кетеді. Өстіп тігіп шығамыз. Енді осыны бұлай аударып тігілді. Бәрін булавкамен қыстырып қоямыз. Білеймін, потому что басы кішкентай болып қалуы мүмкін, үлкен болып керек. Соған байланысты мына әдейі надо бүйтіп өздері біледі. Енді осыны құрметті көрермендер, менің сабағым ұнап жатса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Менің келесі видеомды көруге асығыңыздар.